بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaat, bugün Allah'ın kalağымен, Allah kalasa, İmam Nawawi rahimahullah'ın Riyadus Salihin degan kitabından inşallah dersimizde başlayın deb oturamiz. Riyadus Salihin degan so'zning ma'nosi izgilerning baxshasi degan so'zda. Izgiler baxshasi degan so'z. Endi Imom Navoiy rahimahulloh bu kitobining atini nega bulay qo'ydi degan so'roq bo'ladi. Agar bu kitobni o'qib o'tirgan odam izgilerdan bo'lg'im keladi, izgilerning yo'limen yurgim keladi deydigan bo'lsa, bu kitob solarga deydi. Nega? Өйткені bu hadis kitobi, bu hadisning ishinde Imom Navoiy rahimahulloh adamning kundelikli жүріс-тұрысында, күнделікті тұрмыс тіршілігінде болатын ахлақ, әдеттер, құлшылығында болатын ахлақ, әдеттер, ішкі жан дүниесінің тазалығы бойынша көптеген қасиеттерді осындай хадистерді алып келіп отырғанда бұл кітабында. Ғалымдарымыз айтады, егер де біреу хадис кітабын оқимын дейтін болса, ол осы Риядус Салихин кітабын оқысын дейді. Неге? Өйткені бұл кітапта имам жаңағындай фихтің болсын, басқа да ақиданы болсын жазбаған дейді. Жаңа біз айтып кеткен сияқты жаңағындай осындай хадистерді әкелген. Бұл жерде оқыған кезде адам бір ұстаздың, басқа да бір түсіндіретін біреудің көмегінсіз оқи бере алады дейді. Өйткені бұл жерде адасып кететіндей мәселелерді алып келген жоқ дейді. Енді Имам Науави рахималла бұл кісінің шын есімі Шейхул Ислам Мухиддин Абу Закария Яхья ибн Шараф Науави дейді. Мухиддин бұл дінді тірілтуші адам, дінді тірілткен дейді. Мухиддин Абу Закария деген ол оның күниясы. Оның Закария деген ұлы болмаған. Ол кісі тіпті үйленбеген дейді. Күниясы болып қалып қойған осылай. Шын есімі Яхья ибн Шараф. Шарафтың ұлы Яхья ан-Науави. Науави деген есіммен танымал болды. Көптеген ғалымдар өзі жаңағы туған жерлерінің есімімен танымал болады. Мысалы, Бухари, Аль-Қудури, Аль-Фараби деген сияқты, Аль-Қазақстани деген сияқты, яун ниспа дейді, соңында тұратын сол жердікі деп телейді сол адамды. Ол осы жердің адамы деген сияқты. Сондай көп ғалымдар өзінің туған жерінің есімімен танымал болған. Бұл да сол ғалымдардың ішінде Науави десе, осы Яхья ибн Шарафты рахималла білеміз. Бұл кісі 631 жылы осы Науа деген Сирия, қазіргі Сирия елінің Науа деген жерінде дүниеге келген. Бұл кісінің әке-шешесі сондай салихалы ізгі адамдар болғанда, осындай дінді түсінетін. Негізі әке-шешенің дінді түсінгені, ізгілерден болғаны, ол бала үшін өте жақсы екен дейді. Ол да бір үлкен нығмет екен дейді. Өйткені баланы ерте жастан дінмен тәрбиелеп, дінге деген жаңағындай махаббатын оятатын сол әке-шешесі да. Сол сияқты бұл кісінің де әке-шешесі сондай салихалы адамдардан, ізгі адамдардан болғанда. Ал әке-шешесі дінді түсінбейтін болатын болса дейді, онда адам баласы көп уақытын нағыз жастық шағын өткізіп алады дейді. Өйткені әке-шешесі рұқсат бермейді. Пока
жаңағы бала өсіп, өз қолы өзінің аузына жеткенінше сол әке шешесінің қарамағында болып, ол біраз уақытын жоғалтып алады дейді. Сондықтан имам Науави рахималла бала кезінен дінге қызығып өскен, дін біліміне қызығып өскен дейді. Ясин ибн Юсуф деген мароккалық бір үлкен ғалым болған дейді. Сол кісі бір күні осы Шам еліне бір зияратқа кетіп бара жатқан кезде, осы Науа жерімен өтеді. Науа жерімен өтіп бара жатқан кезде жаңағы бір топ балаларды көреді ойнап жүрген. Сол балаларды қарап тұрса, бәрі ойнап жүр, тек бір бала ғана Құран оқып отыр дейді. Сонда жаңағы балалар келіп, жаңағы Құран оқып жатқан балаға тиіседі, жүрші бізбен ойнасайшы дейді. Жоқ, мен ойнамаймын деп қайта келіп сөйтіп тиіседі дейді ана балаға. Соны жаңағы Ясин ибн Абу Юсуф көріп, жаңағы баланың әке шешесін іздеп арнайы барып, сол баланың әке шешесіне барып айтады дейді. Жаңағындай балаларыңызды көрдім, сіздер бұл баланы ертерек дін іліміне беріңіздер, иншалла бұл баланың ертең болашағы жарқын болады деп айтып кеткен екен дейді. Аллах Тағала сондай тіліне берген екен дейді. Өйткені жаңағы бала имам Науави болып шығады. Сосын әкесі соны естіп, имам Науавиді жаңағындай Құран жаттатады. Сол 7 жасынан бастап Құран жаттап, оннан асқанда қари болып шығады. Осы іліммен айналысып, ілімге қызығушылық танытып жүреді. Сөйтіп 18 жасында имам Науави рахималла әкесімен бірге Дамаск қаласына барады. Дамаск қаласында бір медреседе болып, медреседе оқып, бір бөлмесін алады. Медресенің бір бөлмесінде болады. Сөйтіп, ол кісі ол жерде 7 жыл бойы дәріс алды дейді. Имам Науави рахималланың шәкірттері айтады, ол күніне 7 жыл бойы күніне 12 дәріске баратын дейді. 12 дәріске баратын. Енді бір дәрістің өзі ең аз дегенде 1 сағат болатын болса, ол кісі күніне 12 сағатын, тек қана 12 сағатын білімге арнайтын болған дейді. Сөйтіп оқып жүрген кезде. Ол ілімге деген сондай құштарлық, ілімге деген сондай махаббат сондай болғанда. Аллах Тағала ол кісіге сондай уақытына, біліміне береке беріп қойған дейді. Аллах Тағала оның еңбектерін қабыл еткен ілім еңбектеріне де, жазған кітаптарына. Неге? Өйткені бұл Риядус Салихин деп бір кітабын ғана айтқанның өзінде, бұны барлық мұсылман еліндегі барлық адамдар біледі. Риядус Салихин кітабында. Осы қазір біз өтейін деп жатқан кітабымыз Аллах Тағала қабыл еткен кітаптардың бірі. Неге? Өйткені жаңағындай зерттейтін адамдар болады ғой. Сол ілімді зерттейді. Осы Риядус Салихин кітабын зерттеген ғалымдар айтады, бұл кітап Құраннан кейін ең көп басылған кітаптардың бірі дейді. Құран ең көп басылған кітап болатын болса, сол Құраннан кейінгі тұрған көп басылған кітап осы Риядус Салихин дейді. Арабша оқи алатын адамдардың үйінде болатын болса, бір жерінде Құран тұратын болса, қасында міндетті түрде ол Риядус Салихин кітабы тұрады. Аллах Тағала сондай қабыл еткен ол кісінің еңбектерінде. Ол кісі алдында айтқанымыздай бойдақ болған, үйленбей өткен да бұл өмірден. Бойдақ болып үйленбей өткен. Бір жерлерде айтады, неге үйленбедіңіз деген кезде, мен үйленуді ұмытып кеттім деп айтқан кездері болған дейді. Сондай сөздері қалған дейді. Мен үйленуді ұмытып кетіппін деген. Сондай ерекше адам, бұл дүниені тәрк еткен адам ол кісі дейді. Өйткені
сондай іліммен айналысқаны соншалық дейді да, ол кісі тамақ ішуді де ұмытып кететін болған. Бір күні анасы жаңағындай отырған кезде тамағын алып кеп берген дейді да. Тамағын алып кеп қойып кеткен. Сөйтіп ол жаңағы тамақтың иісі шығып бастайды ғой. Тамақтың иісі шығып бастаған кезде есіне түскен дейді да. Мен тамақ ішпеген екенмін ғой әлі деп. Сондай кіріп кеткен да. Махаббат соншалық болған ілімге деген. Ол шәкірттер айтады, ол кісінің 2 жыл бойы біз жамбастап немесе шалқалап жатып ұйықтағанын көрмеппіз деп. Кітап жазып отырып, сол күйі ұйықтап кететін болған дейді. Оянып, ары қарай жазып кете беретін дейді. Ол кісінің ілімдерін, жаңағындай еңбектерін, кітаптарын бәрін қарап отыратын болса, ол кісі өзі 44 қана жасаған. 44 жыл ғана өмір сүрген. Енді оның кітаптарын алып қарайтын болса, ол өмір бақи кітап жазса да 44 жылына жетпейді, ана кітаптар сондай көп. 44 жыл деген жетпейді оған. Ол 18 жасынан бастап ілім алғанда, қарап отырсаңыздар, ол 44 жыл жаңағы еңбектері көп сондай. 44 жыл өзі де жетпейді. Сондай өз-өзін ілімге арнаған кісі. Өзіне сондай қатал болған. Сондай ұйықтап қалған, сөйтіп отырып ұйықтап қалғанның өзінде оянып, менің уақытым босқа кетіп жатыр ғой деп, жаңағыдай өз-өзін жазғырған дейді. Күніне 1-ақ рет тамақ ішкен. Кешке 1-ақ рет тамақ ішкен. Онда неше түрлі тамақтар болмаған дейді алдында. Тек қана бір тамақты ғана ішкен дейді. Ешқашан тойып тамақ ішпеген. Сондай захид адам дейді. Үлкен сондай ғалымымыз. Алла одан разы болсын. Сөйтіп ол кісі 44 жыл өмір сүреді. Сол өмірінің соңына шейін сол Дамаск қаласында тұрады. Сосын қайтыс болатын кезінде бір түс көрді деп айтады. Ғалымдарымыз, осы кісінің тарихын жазған ғалымдарымыз айтады, ол кісі түс көрген, жаңағындай өзі білген дейді, қайтыс болатын. Сөйтіп жаңағындай шәкірттерімен, қасындағы ғалымдармен бірге қоштасып жылады дейді. Сөйтіп барып әкесіне зиярат етті. Әкесі ол кісі қайтыс болғаннан кейін 9 жылдан кейін қайтыс болды дейді. Әкесіне зиярат етіп, сосын Құдысқа барып, Әл-Ақса мешітінде намаз оқыды дейді. Сосын өзінің туған жеріне келіп, Науа жеріне келіп, 1 апта ауырды дейді. 1 аптадан кейін қайтыс болып кетті дейді. 44 жас қана жасаған кісі, бірақ еңбектері сондай көп. Және де осы уақытқа шейін оқылып келе жатыр. Аллах Тағала оның ілімдерін қабыл еткен. Артынан көптеген пайдалы еңбектер қалдырды. Сөйтіп 676 жылы, Хижри 676 жылы бұл дүниеден өтті. Аллах Тағала ол кісінің рахмын алсын. Аллах Тағала ол кісінің жасап кеткен еңбегін ақыретте пайдалы қылсын, және бізде ол кісінің еңбегінен пайдалуымызды нәсіп етсін. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім берсін. Сол істеген, білген ілімдерімізге амал жасауымызды нәсіп етсін, иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.